Ақынның азан шақырып қойған есімі Әбіл Мағжан. Мағжан Жұмабаевтың әкесі Беген саудамен айналысқан дәулетті адам болған екен. Анасының есімі Гүлсім. Мағжан ауыл молдасынан сауатын ашып, 1905-1910 жылдар аралығында Қызылжардағы нөмірі 1 мешіт жанында белгілі татар зиялысы мұсылман халықтарының азаттығы жолында күрескен Бегишевтің ұйымдастыруымен ашылған медреседе оқыды. Медреседе Бегишевтен шығыс халықтарының тарихынан дәріс алды. Қазақ, татар әдебиеттерін Фердауси, Сағди, Хафиз, Омар Хайям, Низами, Науаи секілді шығыс ақындарының дастандарын оқып үйренді. Жапон тыңшысы деген жаламен тұтқындалған. Мағжан Жұмабаев 1917 жылы Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов бастаған және қазақ интеллигенциясының өкілдерінің басын қосқан алаш қозғалысына қосылған. Сол уақыттарда еліміздің білім беру жүйесін негіздеуге байланысты оқулықтар жазған ол алашордашылар қатарында жүріп, үлкен ағарту жұмыстарын атқарды. Мәскеудің әдебиет институтында білім алған ақын сол кездегі саяси құрылымның кемшіліктерін көріп, пікірін ашық айтып, өз ұстанымынан танбаған. Сол үшін де оны большевиктер аямаған. Бірнеше рет түрмеге қамаған. Алғашында 1918 жылы 6 айға қамалған. Ал екінші рет 1929 жылы 10 жылға сотталып кеткен. Оның 7 жылын Соловец концлагерінде өткізген екен. Сосын орыс жазушы, прозаик, драматург Максим Горький араласып 1936 жылы бостандыққа шықты. Бірақ арада 1 жыл өткеннен кейін 1937 жылдың 30 желтоқсанында Жапон тыңшысы деген жаламен қайта тұтқындалып, артынша ең ауыр жазаға кесілген екен. Мағжан өмірбаянын зерттеуші Шериаздан Елеукеновтың Абай кезет порталында айтылған әңгімесінде өзіне тағылған айыпқа ақын былай деп жауап берген. Мен өмірімде тірі жапонды көрген адам емеспін. Оның үстіне өзім 1930 жылдан 36 жылға дейін Сібірде итжеккенде болдым. Жапонның барлау қызметімен қай уақытта байланыс орнатып үлгеремін деген екен. Алайда тұтқындалған соң 6 күннен кейін түрмеде көрсетілген зорлық-зомбылық нәтижесінде Жапонияның пайдасына тыңшылық жасаумен 1919-1929 жыл аралығына дейін айналыстым. Тыңшылық жұмысымды 1936 жылдан бастап қайта жалғастырдым. Кеңес үкіметі алдындағы күнәмді жуу мақсатында кінәмді мойындаймын деп айтуға мәжбүр болған екен. Мағжан танушы Бақыт Қамал Қанарбаева Жұмабаев 1912 жылдан бастап қуғынға ұшырағанын айтады. Сөйтіп, өмірінің соңына дейін қуғын-сүргіннің құрбаны болды. Бірақ көрген қиындықтарына қарамастан өзін байсалды және мәдениетті ұстаған. Мен оның барлық ғұмыры мен еңбектерін зерттей келе түсінгенім, Мағжанды тани отырып, қазақтың кім екенін тануға болады. Ол тарихымызды жандандырды. Ұмыт қалған санамызды оята білді. Оған айғақ шығармалары дейді ол. Айта кетейік, 1938 жылы Мағжан Жұмабаев 44 жасында репрессияға ұшырап атылған. Ақын алғашқы өлеңінен бастап әлеуметтік тақырып, ағартушылық, ұлт-азаттық, демократияшыл бағытты ұстанған. Ол Абай Құнанбайұлын пір тұтқан. Сондай-ақ ол аударма жұмыстарына көңіл бөліп, осы арқылы халқын ағартушылық жұмыстарын жүргізсем деп ойлаған. Ақын Гете, Лермонтов, Горький сынды ақын жазушылардың шығармаларын қазақ тіліне аударған. Сондай-ақ мектеп оқушыларына және мұғалімдерге арнап педагогика еңбектерін жазған. Ақпарат tengrinews.kz порталынан
алынған. Оқыған Кәрім Нұргүл.